Зажигание. Кедр. Я заря 1. Зажигание. Понял, раздается зажигание. Предварительно. Желаю вам доброго полета! Я заря 1. Мы сейчас желаем вам доброго полета. Все нормально. Поехали. Ғарыштар күні адамның ғарышқа алғашқы ұшуына арналған мереке. 12 сәуірде бүкіл әлемде атап өтіледі. Жердің айналасындағы алғашқы орбиталық ұшуды кеңес ғарышкері Юрий Гагарин Восток ғарыш кемесіне жүзеге асырды. Бұл тарихи оқиға 1961 жылы 12 сәуірде болды. Жер алғашқы рет ұлын 61 жылы бұрын жұлдыздарға жіберді. Әлем басталмас бұрын күтіп тұрды. Гагарин қатты тыныштықта кенеттен қарапайым жердегі сөзде кеттік деп айтып әлемге әйгілі болды. Ғарышқа алғашқы ұшуды Байқоңыр ғарыш айлағынан басталды. Юрий Гагарин 1961 жылы 12 сәуірде Восток ғарыш кемесімен жұлдыздарға ұшты. Ғарыштық зерттеулердегі серпіліске айналған ұшу бар болғаны 108 минутқа созылды. Бүкіл жер шарын айналып өтіп, кеме Смеловка ауылына Саратов облысына аман-есен қонды. Гагариннің өзі жерге бірнеше шақырым қалғанда катапультпен ұшып түсетін көліктің алыс емес жерде парашютпен жұмсақ қонды. Ғарыш кеңістігін жаулап алған алғашқы ғарышкер, оның есімі бүкіл әлемге танылды. Мерзімнен бұрын Кеңес одағының майоры және батыр атағына алды. Ал оның ұшу күні ұлттық мерекеге айналды. Алғаш рет ғарыштар күні мерекесі осы маңызды оқиғадан бір жыл өткен соң 1962 жылдың 12 сәуірінде атап өтілді. КСРО-дағы ғарыштар күні екінші кеңестік ғарышкер Титов Герман бастамасымен үкіметтің жарлығымен құрылды. Юрий Гагариннің дублері. Уақыт өте келе бүкіл орбиталық кешендер ғарышқа жіберілді. Әлемдегі алғашқы ғарышкер әйел Валентина Терешкованың ұшуы және 1965 жылы 12 минут ішінде Алексей Леоновтың ауасыз кеңістікте ұшуы үлкен жетістік болды. Ғарыштар күні мерекесі 1968 жылы халықаралық мәртебеге ие болды. КСРО бастамасымен Халықаралық авиация федерациясының бас конференциясы шешіммен қабылданды. Дүниежүзілік авиация және ғарыштар күні деп аталатын мереке 12 сәуірде көптеген Еуропа елдерінде және ақш-та кеңінен атап өтілді. Мереке 2011 жылы жаңа халықаралық деңгейде көтерілді. Бүкіл ұлттық ұйымның бас ассамблеясы ғарыш кеңістігін бағындырғанына 50 жыл толуына орай адамзаттың ғарышқа ұшуын халықаралық күні деп жариялады.